Өңірдің кішкентай тұрғындары үшін жаңа жылдық мерекелік кеш ұйымдастырылды. Көңілді қойылым, дәмді тағамдар мен ойындар, әрине жаңа жылдық сыйлықтар әрбір баланың жан дүниесінде ұмытылмас әсер қалдырған сөзсіз. Барлығы 350-ден астам бала ертегілер еліне саяхат жасап, Аяз атамен ойын ойнап көңіл көтерді. Шыршаның айналасында балалар би биледі, ән айтты. Айта кету керек, мерекелік шара ерекше қамқорлықты қажет ететін балалар үшін ұйымдастырылып отыр. Біз адамдар, біз біргеміз қоғамдық қорының директоры Иман Досмұхамбетов жаңа жылдық мереке балаларға ұмытылмас әсер мен қуанышты сәттер сыйлауға тамаша мүмкіндік екенін атап өтті. Көп балалы және аз қамтылған отбасы балаларына ертегілер айтылып, сиқырлы әлемге шақыру билеттері табыс етілді. Шараға бас демеушілік көрсеткен танымал кәсіпкерлер Ирина Беляева және Зарета Фаталиева болды. Мы рады приветствовать всех в новом году. Бұл шараның маңызы зор. Кішкентай балақайларға барынша көңіл күй сыйлауда аянып қалған жоқпыз. Біздің қоғамда қамқорлық жасайтын жандар көп, және олардың қатары әлі де көбейе түсері сөзсіз. Ценность данного мероприятия. Мұндай шаралардан тыс қалмауымыз керек. Мүмкіндікті пайдалана отырып, өңіріміздің барлық кішкентай тұрғындарын жаңа жылмен құттықтаймын. Балалардың армандары орындалатынына сену керек.